Жүректі құртатын 5 нәрсе бар дейді. Бұның біріншісі бос, сіздің ақыретіңізге дым пайдасы жоқ адамдармен араласу дейді. Екіншісі көп ысырап етіп тамақты пайдалану. Үшіншісі көп ұйықтауың дейді. Сенің мынау жүрегіңді құртатын осы нәрселер. Төртіншісі бар, ол мынау Алладан өзге басқа біреуге сенің байлануың дейді. Бірдеңе сұрайтын болсаң, Алладан сұрамайсың, бәлки ағадан, көкеден деген секілді. Бірақ та ең бірінші біз мынау Алла тағаланы қоюымыз керек бірінші орынға. Ал бесіншісі ол мынау сенің нәпсіңнің арманына, нәпсіңе еріп кетуің. Осы 5 нәрсе сенің жүрегіңді құртады екен. Осы 5 нәрседен біз сақтанатын болсақ, онда біз жүректі дұрыс қалыпта сақтап қала алады екенбіз.